Сәлем достар, бұл видеода компьютер деген не және ол қалай жұмыс жасайды екенін көрсетемін. Ал сіздер каналға тіркеліп жайғасып көріңіздер. Алдарыңызда персоналды дербес компьютер. Оны жеке-жеке қарастырайық. Бұл жүйелі блок. Компьютердің негізгі құрылғысы, енгізу-шығару құрылғыларымен жұмыс жасайды, және ішінде басты компонент ол орталық есептеуіш процессоры бар. Енгізу құрылғылары олар сыртқы флешкалар, сканер, камера, дискер, клавиатура, шқан, геймпад. Ал шығару құрылғыларына монитор, принтер, дыбыс құрылғылары, наушник, проектор. Жүйелі блоктың ішкі құрылғыларына келсек, ең бастапқы компонент материнская плата, оған осы жерде көрсетілетін барлық ішкі құрылғыларды байланыстырады. Орталық процессор ол компьютердің басты ақпараттық есептеуіш құрылғы, ол платаның ортасында орналасады. Жедел жадылатынша RAM. Онсыз компьютер қосылмайды және орталық процессорге қолданыс уақыт аралығында ақпарат және уақытша ақпарат сақтайды. SSD жылдам жадысы, оған Windows және программалар сақталады. Видеокарта ол компьютердің ішіндегі компьютер, өз процессоры бар, қызметі графика өңдеу, есептеу және әртүрлі графика шығару, ойындарға күрделі графиканы есептеу. Аудио дыбыс картасы, компьютерге арналған шығару құрылғысы болып есептеледі, және сыртқы музыкалық дыбыс колонкаларына ақпарат жібереді. Сетевая карта, ол интернет желісін қабылдайтын құрылғы. Осы арқылы ғаламторда ақпараттар аласыздар және жұмыс жасайсыздар. SSD және HD физикалық және цифралық ақпараттарды ұзағынан сақтайтын жады. Оларға бейнеклип, бардовский ақпараттар, құжаттар, фильмдер, музыка, фотолар сақталады. Осы айтылған барлық ішкі құрылғылар тоқ көзімен қажет етеді. Оларға тоқ көзін беретін блок қуат көзі. Ол ваттпен өлшенеді және компьютердің электронды компоненттерін қуаттандыру үшін желінің айнымалы кернеуін әртүрлі кернеулердің тұрақты тобына түрлендіреді. Сонымен қатар компьютерлік қуат көзі кернеудің төмендеуін тегістейді және айнымалы ток желісінде әрқашан болатын кедергілерді сүзуге мүмкіндік береді. Бұл ноутбук. Компьютер ретінде есептеледі, бірақта және кез келген жерде жұмыс жасауға арналған. Дербес компьютерден айырмашылығы ноутбук жоғары және портативті. Ноутбук компьютер секілді толықтай ашылып қайтадан жинауға келмейді. Оперативті жадымен сақтау жадыларын ауыстыруға болады. Және де ойынға арналған ноутбуктерге бөлінеді, оларда дискретті видеокартамен сатылады. Ноутбук бағалары конфигурациясына қарай сатылады. Ноутбук қандай керемет мықтырақ болса, бағасы да соншама қымбатырақ болады. Ноутбук сынып қалса немесе сындырып алсаңыз, одан да қымбат болады. Немесе босқа мусорға кетеді. Ноутбуктың басқа түрі ол Apple компаниясынан шыққан MacBook. Бұл MacBook'тың басқа ноутбуктерден айырмашылығы өте жұқа және стильді әдемі көрінеді. Одан тағы тек өзіне ғана орнатылған Mac операциялық жүйесімен ғана жұмыс істейді және басқа ноутбуктерге орнатылмайды. MacBook Apple компаниясынан шыққан құрылғылармен тығыз байланыса алады. Олар Apple планшеттері, құлаққаптары, сағаттары, компьютерлері бір отбасынан шыққандай тегіс 5 шовына жұмыс жасайды. Осымен видео соңына жетті. Сіздерге видео жасаған Қазтехногид арнасы тіркеліп достарыңызға жіберіңіздер.